Жас алаш 1921 жылы құрылған қазақ тіліндегі қоғамдық саяси дербес газет. Кеңес заманда Лениншіл жас деген атпен шыққан, аптасында 2 рет шығады. Жас алаш жастарға арналған ең байырғы әрі беделді республикалық басылым. Алғашқы саны 1921 жылы 22 наурызда Ташкент қаласында жарық көрді. Ұйымдастырушы әрі тұңғыш редакторы Мұратбаев, жауапты хатшысы Жаңбырсынов болды. Газеттің шығуына қазақтың қайраткерлері Байтұрсынұлы, Сәдуақасов, Майлин, Сейфуллин, Әуезов, Аюмов, Тавтаров атсалысқан. Газет 1927 жылдан бастап Лениншіл жас деген атпен шықты. Бұл басылым қай кезде де қазақ жастарының қалыптасуына үлкен еңбек сіңірді. Қазақстан өз алдына тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін газетке жас алаш атауын қайтарылды. 2000 жылы жас алаш жылдың ең үздік газеті атанып, алтын жұлдыз номинациясын жеңіп алды. Газеттің бас редакторы Нұртөре Жүсіп мемлекеттік тіл мен ұлттық дәстүрді дамытуға сіңірген еңбек үшін жылдың таңдаулы алтын адам сыйлығымен марапатталды. Негізінен жастарға арналған газетті барлық жастағы адам оқиды. Ол жалпы ұлттық қазақ басылымы. Жас алашта күнделікті жаңалықтармен қатар саясат пен экономика, әдебиет пен мәдениет, өндіріс пен экология, қылмыс пен заң, қаржы мен басқару жүйесі, маркетинг пен менеджмент, білім беру мен денсаулық сақтау, өнер және тағы басқа тақырыптарда мақалалар жарияланады. Сонымен қатар сыни бағыттағы әзіл әңгімелер де жарияланып тұрады. Газеттің студент, ырғақ, мыңнан бір мезет, отбасы атты қосымшалары бар. Жас алаштың өзіне тән сипатты өткірлігі мен тұрашшылдығы, жаңашылдығы мен тапқырлығы. Жас алаш ақпаратты объективті беретін, проблемаға жаңаша көзқараспен қарайтын беделді газет. Газет өз бағатын үгіттеу мақсатында пайдаланбайды. Көтерілген проблеманы адамгершілік қағидаларына сүйеніп шешеді. Әлеуметтік технология орталығы жүргізген маркетингтің зерттеулердің нәтижесі бойынша жас алаш жасөспірімдерден бастап егде тартқан азаматтарға азаматтардың сұрасына ие, беделді әрі жаңашыл басылым. Басылымның негізгі оқырмандары жоғары білімді азаматтар, жоғары оқу орындарының студенттері, ер деңгейдегі мемлекеттің басқару органдарының басшылары мен қызметкерлері, зиялы қоғам өкілдері мен қарапайым ауыл тұрғындары.